Ғалия басын төмен түсіріп еден жуып жатты. Ол барлық қызметкерлердің өзіне әзіл айтып, мазақтайтынына әбден үйреніп кеткен. Әзілдер көбіне ауыр тиетін, кейде тым қатыгез де болатын. Бірақ ол ешқашан жауап қайтармайтын. Өзін ренжіткен адамдардың деңгейіне түсуді қаламайтын. Ұрысқысы да келмейтін. Ғалия әрдайым жұмыс күні тезірек аяқталса екен деп тілейтін. Немесе мейрамханада адам көп болса екен, өйткені ондай кезде даяшылардың бәрі жұмысқа әбден кірісіп кететін де оған көңіл бөлмейтін. Ғалия, сен көшеде жүргенде бәрі сұлулығыңнан есінен танып құлайтын шығар, деді біреуі. Ол бұрылып та қарамады. Жоқ, бәрі бірден өліп қалады. Өйткені мұндай сұлулық түнде келсе, адам тұтығып қалуы мүмкін, деді ол сабырмен. Дәл сол сәтте қойма жағынан ашулы әкімші пайда болды. Бұл жерде не болып жатыр? Зал толы, ал бірде-бір даяшы жоқ. Не, бүгін жаңа жұмыс іздегілерің келіп тұрма? Деп айғай салды. Даяшылар әп сәтте жоқ болды. Жел айдап әкеткендей. Ғалия жеңілдеп дем алды. Әкімші аңсар оған қысқа ғана көз тастап шығып кетті. Дәл осы адам оны жұмысқа қабылдаған болатын. Ғалия бастапқыда мұны да өзін алмай қояды деп ойлаған. Өйткені оның түрі жұмсартып айтқанда аса әдемі емес еді. Балалар үйінде оған ата-анасының оны дәл осы түріне бола тастап кеткенін айтқан. Оның беті күйіп қалған болатын. Бірақ ешкім нақты не болғанын білмейтін, тіпті Ғалияның өзі де. Дәрігердің айтуынша, ол күйікті өте кішкентай кезінде алған екен. Дұрыс ем қолданылған жағдайда мұндай тыртықтардың қалмауы керек еді. Бірақ неге екені белгісіз, оны ешкім емдемеген. Тек балалар үйіне қалдырып кеткен. Тағы да ешкім нақты білмейтін, тек болжап айтатын. Бәлкім, дәл сол өртте оның ата-анасы қаза тапқан болар деп. Сондықтан Ғалия ешкімге қажетсіз болып қалған. Ғалияның өзі де солай ойлайтын. Өйткені ол адамның өзімен бірге өмір сүрген, жақсы көрген, тәрбиелеген баласының қалай бас тартатынын түсіне алмайтын. Сол себепті ешкімді іздеуге де тырыспаған. Өйткені ол өзінің барлық туған туыстары сол өрт кезінде қайтыс болды деп сенетін. Балалар үйінен кеткен кезде оған ескі бір сурет берген. Айтуларынша, бұл сурет қызды ауруханадан балалар үйіне әкелген кезде жанында болған. Мүмкін ол сурет мүлде Ғалияға қатысы жоқ та шығар. Бірақ қыз бәрібір оны мұқият сақтап келген. Себебі сол суреттегі әйелді өз анам шығар деп ойлайды. Суретте жас әйел тұр. Қолында сәби, ал қасында шамамен 5-6 жастағы бір ұл оның қолынан ұстап тұрған. Болды, ешқандай жазу, ешқандай белгі жоқ. Артқы фонда тек аспан мен шөп қана көрінетін. Тіпті суреттің қай қалада түсірілгені де білу мүмкін емес еді. Ғалия залға көз тастады. Бүгін шынымен де келушілер көп еді. Бұрын-соңды мұндай адам көп болған емес. Ең жақын үстелде бір ер адам отырды. Сірә ол кетуге дайындалып жатқан сияқты. Кофесін ішіп, телефонмен сөйлесіп отырды. Ер адам жас көрінді, шамамен 30 жаста. Бірақ жүзінен бір салқындық, тіпті қаталдық байқалатын. Бір нәрсенің оның назарын өзіне тартты. Ғалия одан көз ала алмай қарап қалды. Ер адам басын көтерді. Олардың көздері бір сәтке түйісті. Ғалия дереу көзін тайдырып әкетті. Жүрегі қатты соға бастады. Мүмкін мен оны шошытып алған шығармын деп ойлады ол. 3 минуттан кейін қайтадан абайлап қарады. Ер адам орнында жоқ еді. Бірақ үстелдің астында бір әмиян жатқан. Әлгі қонақ түсіріп алған сияқты. Ғалия абдырап қалды. Ешкім оған назар аудармады. Үстелдің өзін де әлде қашан сүртіп қойған. Ол дереу залға жүгіріп кірді. Әмиянды алып сыртқа қарай жүгіріп шықты.
ер адамды көрді. Ол автотұрақта өз көлігіне қарай беттеп жатты. «Тұра тұрыңыз, күтіңіз!» деп айғайлады Ғалия. Бейтаныс ер адам тоқтап, таңырқай қарады. «Маған айтып тұрсыз ба?» Ғалия оған жетіп келіп, жүзін жасырып тұрып: «Сіз түсіріп алғансыз, үстелдің астында жатты», деп әмиянды ұсынды. Ер адам қалталарын сипалап шықты да таң қалып: «Ойбырмай, қалайша мен байқамай қалдым. Үлкен рахмет сізге. Мұнда барлық карталарым мен ақшам бар еді», деді. Ғалия кетіп қалмақ болып еді, ол тоқтатты. «Тұра тұрыңыз, 1 минут», деді ер адам. Әмиянын ашып, ішінен біраз ақша алып оған ұсынды. «Міне алыңыз, бұл алғыс ретінде». Ғалия орнынан қозғала алмай, әмиянның ішіндегі суретке қарап қатып қалды. «Сізге не болды?» деп сұрады ер адам. «Сіз бұл суретті танисыз ба?» «Иә, менде дәл осындай сурет бар. Мен әрқашан бұл менің анам деп ойлайтынмын». «Ойлайтынмын дейсіз бе? Түсінбедім. Ол сізде қайдан жүр?» «Мен білмеймін. Маған оны балалар үйінде берген. Айтуларынша, мені сонда әкелгенде осы сурет менімен бірге болған екен. Бірақ ештеңе болмаған. Сол күйі менің жеке ісімде жылдар бойы сақталды». Ер адам бозарып кетті. «Балалар үйінде дейсіз бе? Ал сіз ол жерге қашан түстіңіз? Неше жаста едіңіз?» Ғалия қорққан күйде қарады. Бір сәтке бәрі тоқтап қалғандай болды. 26, деді ол сыбырлап. «Кешіріңіз, мен баруым керек, жұмысым бар». Ол жүгіріп қайтадан мейрамханаға кіріп кетті. Қатты қорқып кетті. Тіпті ойлауға да батпады. Мүмкін бәрі басқаша шығар. Мүмкін оның отбасы түгел қаза болмаған болар. Мүмкін оны шын мәнінде тастап кеткен шығар деген ойлар жанын күйзелтті. «Жоқ, бәрі осылай қалғаны дұрыс. Маған ештеңе керек емес. Мен тек өмір сүргім келеді», деді өз-өзіне. Келесі күні Ғалия жұмысқа бұрынғыдан да шаршаңқы күйде келді. Тіпті сырт келбетіне ешқашан назар аудармайтын аңсар да: «Сенде бәрі дұрыс па?» деп, «Ауырған жоқсың ба? Біртүрлі әлсіз көрінесің», деп сұрады. Басқа біреу айтқанда, Ғалия мұны сырт келбетіне тиісу деп ойлап, тағы да ренжітер деп қабылдар еді. Бірақ әкімшіл ондай нәрсе ешқашан істемейтін. Сондықтан ол жай ғана: «Иә, өзімді біртүрлі сезініп тұрмын. Түнде мүлде ұйықтай алмадым», деді. «Онда былай істе, үйге бар да демал. Мен басқа біреу шақырамын», деді аңсар. «Шынымен бе? Ой, рахмет сізге көп. Біртүрлі әлсіреп кетіппін», деді Ғалия. Бар, онсыз да сенің демалысың жоқ», деді. Ғалия оған ризашылықпен қарады. Бұл әлемде оның жай күйіне алаңдайтын ешкім жоқ еді. Сондықтан мұндай қамқорлық оның жүрегіне жылы тиді. Ол бұрылып көшенің келесі бұрышынан өтіп бара жатқанда, мейрамхананың жанына бір көлік тоқтады. Дәл сол кеше келген қонақтың көлігі. Әмиянын түсіріп алған адамдікі. Ер адам көліктен секіріп түсті де тез қадаммен мейрамханаға қарай беттеді. Ғалия үйіне барып, үйін ретке келтіруге шешім қабылдады. Үй жылы еді. Көңіл күйі аса жақсы болмаса да, шынында да ол түнімен ұйықтай алмады. Бірақ осындай бос күн сирек болады ғой. Ал көңілі біртіндеп көтерілді. Бүгін кезекте Нұрым болатын. Оны бәрінен қатты мазақ ететін адам. Білмейсің, бәлкім Ғалия оның жолына бір жерде кедергі болған шығар. Нұрым оны неше түрлі сөзбен атаған жоқ, неше түрлі жаман ат қоймады десеңізші. Ғалия кейде үндемей жүрсе де кейде жылап талатын. Бүгін олар кездеспейді, ал ертең тек бір күн ғана. Бұл 2 күн қатар жұмыс істегеннің әлде қайда жақсы. Ғалия спорттық киімін киіп, мойнындағы ең үлкен тыртықтарды жасырып тұрған орамалды шешіп, іске кірісті. Мемлекет оған қала шетінде кішкентай үй бөліп берген. Бірақ үйдің жағдайы мүшкіл еді. Барлығын өз қолымен жөндеді. Шамасы жеткенше біртіндеп ретке келтірді. Әрине, бұл үй сарайға айналған жоқ, бірақ қазір өмір сүруге әбден жарайтын еді.
Ғалия бұл үйді қатты жақсы көрді. Өйткені бұл ешкім оған тесіле қарамайтын, ешкім ренжітпейтін жалғыз орын болатын. Ол терезені ашып жуа бастады. Сол сәтте үйдің жанына көлік тоқтады. Ғалия сілейіп қалды. Бірден таныды. Дәл кеше Әмияның қайтарып берген адамның көлігі. Ол мұнда не істеп жүр деп бойын үрейі биледі. Әмиянды біреу көріп қойған шығар. Бәлкім ішінен бірдеңе алып кеткен болар. Ал ол енді мені ұрлады деп ойласашы. Ғалия шүберекті шелектің үстіне түсіріп алды. Өйткені көліктен дәл сол қонақ түсті. Қыз артқа шегінді, ал ол өзін байқамады. Бірақ не істеу керек? Нағыз үрей биледі. Ешкім сенбейді ғой, өйткені адамдардың бәрі жетімдер, жасы қанша болса да ұры деп ойлайды. Есікті біреу қақты. Ғалия не істерін білмей тұрды. «Иә, кіріңіз», деді ақыры. Ол таңғалып алдындағы ер адамға қарады. Бірақ ол жалғыз емес еді. Қасында егде жастағы әйелі бар. Екеуі үйге кірді. «Сәлеметсіз бе, Ғалия?» «Сәлеметсіз бе?» деді ол абдырап. Әйел оған таяғына сүйеніп жақындады. Ғалия тыртықтарын қолымен жаппақ болған, бірақ әжей оның қолын жаймен төмен түсіріп, жүзіне ұзақ қарады. Сосын көзінен шыққан жасты сүртіп: «Ол Жанияға қатты ұқсайды», деді сыбырлап. Ғалия ештеңе түсінбей ақырын орындыққа отырды. Жүрегі дүрсілдеп соғып тұрды. Бәрінен байқалғаны, ол қателеспеген. Әмияндағы сурет бекер емес екен. Мұны байқаған ер адам сабырмен сөйледі. «Қорықпаңыз, өтінемін. Қазір бәрін түсіндіремін. Бұл Меруерт Сағым қызы. Ал менің атым Мақсат. Біз сізді менің қарындасым деп ойлаймыз». Ғалия өзін әлемі қирап жатқандай сезінді. Өзінің жылдар бойы тұрғызған қорғаны көз алдында құлап түсті. «Әлгі сурет ондағы мен бе?» «Иә, сенсің», деді Мақсат. «Мен бәрін айтып беремін». «Әлде сен айтшы, әже», деді ол бұрылып. Әже көзін сүртіп басын изеді. «Иә, бәрін мен айтып берейін. Бұл жағдай осылай болған. Менің кінәм. Қызым. Не істегенімді түсінген соң сені іздеп табуға тырыстым, бірақ таба алмадым. Көп жыл бұрын менің ұлым жасырын түрде үйленді. Өйткені ол мен келінімді мақұлдамайтынымды білді. Қыз тым қарапайым еді, оның үстіне жетім болатын. Ол кезде менің түсінігімде мемлекет қамқорлығында өскен адам жақсы бола алмайтын. Біз әрқашан жақсы, сәнді өмір сүрдік. Ұлым да сондай өмірге үйренген. Сондықтан мен оны ақшадан айырдым. Ойым есін жияды, әлгі қызды тастайды деп едім. Бірақ олар бір үй жалдап, сонда бірге өмір сүре бастады. Ешқашан жұмыс істемеген ұлым бір жерге жұмысқа орналасып, өзін де, әйелін де асырады. Кейін Мақсат дүниеге келді, одан кейін сен. Ұлым маған немерелерін көрсеткен жоқ, келмеді де. Жылдар өте берді. Мен тек өзгелерден оның жағдайы туралы еститінмін. Үй салып жатқанын білдім. Сонда барып түсіндім. Ол бізсіз ақ жақсы өмір сүріп жатыр. Ішім удай ашыды. Бірақ бір күні шыдамай өзім баруға бел будым. Сыйлықтар алып, кешірім сұрайын деп едім, бірақ үлгермедім. Таңертең шығуға дайындалып жатқанмын. Ал түнде олардың жаңа қоныс аударған үйі өртеніп кетті. Әрине, электр сымдары дұрыс тартылмаған болар. Ауруханадан бәрін таптым. Сенен басқа бәрі сонда еді. Сен жансақта бөлімінде болдың. Әкең мен анаңды сол жерге әкелген, бірақ басқа бөлімге. Мақсат қарапайым палатада жатты. Оның бөлмесі өрттің ошағынан алшақ болған екен. Мен ұлым мен Мақсаттың арасында жүгіріп жүрдім. Саған тек бір рет қана бара алдым. Дәрігер маған жағдайыңның өте ауыр екенін айтты. Сені басқа қалаға ауыстыратынын, бірақ бәрібір аман қалу мүмкіндігінің аз екенін жеткізді. Тағы ол, мүмкін солай болғаны да дұрыс шығар. Бәрібір қыз ғой, ал жүзі қатты зақымданған, деді. Содан кейін мен сен туралы ештеңе сұрамадым. Ұлым мен келінім көз жұмды. Мақсат та ауыр халде болды. Дәрігерлермен жерлеумен бәрі солай өтіп кетті. Ал 2 аптадан кейін мен қайта хабарластым. Маған сені үлкен қалаға алып кеткенін айтты. Мен өзімді қатты кінәлі сезіндім. Мақсатқа
сені бәрімен бірге қаза тапты деп айттым. Өйткені ол ештеңе білмесін деп ойладым. Тіпті сен тірі қалсаң да. Оның үстіне дәрігер сен мүгедек болып қаласың деді. Кешір мені. 5 жыл бұрын мен бұлай өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Сенің тағдырыңның не болғанын білмей, өлімге де бара алмаймын. Сөйтіп, мен сені жіберген қалаға бардым. Маған, ондай қыз болған, оны емдеп, балалар үйіне жібердік деді. Басқа ешқандай ақпарат бермеді. Мен сені ашық іздей алмадым. Өйткені онда мақсат бәрін біліп менен теріс айналар еді. Ол сол жылдардан кейін де қатты қиналды. Егер сен ол кезде әлі балалар үйінде болсаң, мен сені табар едім. Бірақ іздер мүлде жоғалды. Әже еңіреп жіберді. Ал Ғалия кенет күлімсіреді. Мен сізге ренжімеймін, деді ол. Керісінше, жеңілдеп қалдым. Мақсат таңғала қарады. Жеңілдеп? Неліктен? Өйткені мен өмір бойы мен анам тастап кеткенін білуден қорқып келдім. Ал сіз маған бөтен адамсыз ғой. Мен ешқашан көрмедіңіз, сүйе де алмадыңыз. Менің анамның аты Жәния еді. Мен оның қабіріне барсам бола ма? Мақсат басын изеді. Енді сен бәріне қол жеткізесің. Мүлде бәріне. Ал ең алдымен біз саған пластикалық ота жасатамыз. Содан сен адамдардан қашпайтын боласың. Не дейсіздер? Ол не деген қымбат қой? Деді Ғалия таңғалып. Мақсат жымиып қойды. Үйрене бер, қарындасым. Енді сенің мүмкіндіктерің көп. 1 жыл өтті. Ғалия айналасына қарады. Бұл жерге келмегелі қанша уақыт өтті десеңізші. Мақсат әжесіне отыруға көмектесіп, оған мәзірді ұсынды. Таңда әже. Сол сәтте оларға даяшы жақындады. Ғалия жоғары қарады. Нұрымның жүзі бозарып созылып кетті. Сен бе? Дегенде жүзінде таңданыс, реніш және қызғаныш бірдей көрінді. Ғалия күліп жіберді. Бір сәтке жеңілдеп қалды. Сосын кенет. Мен бір жерге барып келейін бе? Деді. Аңсар өз бөлмесінде еді. Ол орнынан тұрып оған қарсы жүріп жымиды. Мен әрқашан сенің өте сұлу екеніңді білгенмін, деді ол. Ғалия да жымиып жауап берді. Енді ол алғаш рет оған еркін ашық көзбен қарай алады. Аңсар, мен сізді кездесуге шақырсам бола ма? Деді ол ұялып. Ер адам күлді. Ал мен шынымды айтсам осы сөзді қалай айтарымды білмей жүр едім. Тағы 1 жыл өткен соң, дәл осы мейрамханада олардың тойлары дүркіреп өтіп жатты. Әңгімені болса арнама тіркеліп, лүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.